Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге шоколадты шұжықты дайындаймыз. Яғни сладкая колбаска деп атайды. Өте тез әрі оңай жасалынады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге керекті печенье, сары май, сүт, қант және де какао керек болады. Барлық құрамы описанияда жазылып тұр, қарап көріңіздер. Ең алдымен бірінші қантымызды, какаоамызды қосып, одан кейін сүтіміз бен сары майымызды қосатын боламыз. Сары майымыз үй температурасында болу керек, әрине. Одан кейін сары майымыз толық ерігенше пеште орташа отқа қоямыз. Пеште орташа отта болу керек. Сол кезде сары майымыз жақсылап ериді. Жақсылап ерігеннен кейін мінекей көріп тұрғаныңызда еріді. Толық массамыз дайын болды. Енді печеньемізді алып, кішкене бөлігін қолымызбен сындырып аламыз, қатты үгітпейміз. Қалған бөлігін ұнтақ болғанша үгітетін боламыз, блендердің көмегімен. Сіздерде блендер болмаған жағдайда оқтаумен үгітсеңіздер болады. Үгітілген ұнтақталған печеньемізді ыдысқа салып, қолымызбен сындырылған печеньемізді салып, жаңағы еріген какао массамызды үстіне құятын боламыз. Қасықпен немесе силиконды күрекшемен жақсылап араластырамыз. Салафанымызды жақсылап жайып, үстіне салып, рулет сияқты ұзыннан орналастырамыз. Ақырындап шетінен бастап ораймыз. Ұзынша ағып жақсылап орап шығатын боламыз. Тәтті шұжығымызды морозильникқа 1 сағатқа қойып қоямыз, немесе холодильникқа 3-4 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Бір сағатымыз өтті. Мінекей морозильникқа қойып қойдым. Алдын ала мінекей. Енді жақсылап турап дастарханыңызға ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте керемет. Өзіме және жақындарыма, әсіресе балаларыма ұнады. Сіздерге де отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.